Қосай, мен суын дайындап қойып, мен сөйлеймін қазір. Тыңдаңыздар. Не үшін қазір Қазақстанда жағдай өте нашар болып, біз осындай бейшара халге түсіп қалдық. Ал Жұмабек, сіздер Жұмабек Тәшенов туралы бірден тыңдай алмайсыздар. Мені сар деп Жұмабектің суреті шығып келіп, міне арда туған Жұмабек келді да қырғыз жойды деп айта алмайсыз. Не үшін? Жұмабек қызметке қалай келді деген сұрақ бар ар жағында. Қалай лестницамен көтерілді ана жерге дейін барды, Ақмоладан шыққан бала. Себебі, естеріңізде болсын, тағы да қайталап айтамын, қазақтардың жаны жадырап, өзін адам сияқты сезініп, аузын ашып қойды. Адам сияқты сезініп, тілін, культурасын, тарихын бәрін түгендейтін кез қазақтардың қолында билік болған 10 жылдың ішінде істеген. Ол 41 жылмен соғыс басталған кезінде билік түседі қазақтардың қолына, 51 жылдың шілдесіне дейін ғана болған қазақтардың қолында билік. Содан кейін болды қысым әлі келе жатыр, тоқтаған жоқ. Енді қай кезде құлпырды қазақтар, қай кезде құтырды, Тәшеневке дейін қалай болды оқиға? Оқиға гәптің бәрі Жұмабай Шаяхметовтен басталды. Мынау 41 жыл бұл екінші секретар болып келеді да, бірақ екінші секретар болғанмен бұның төбесінде тұрған Скворцов харизмасы біріншіден әлсіздеу адам болған, екіншіден ол шын большевизм идеясына сенген адам, Советский Союзға сенген адам. Сондықтан ұлттар интернационализм анау дегенге бұны алдап түсіреттеріне Скворцовты Шаяхметовтен оңдасын екі жағынан қысаттарына ұлтшылдық саясатты күшейте берген. Оның ең айқын үлгісі 41 жылы бұлар Қазақстанда ғылым академиясын ашуға көндірген оны. Ал ол деген не деген сөз? Ғалымдар дайындайтын орталығының жоқ, болды, елдің бәрін адам басып кетеді. Не үшін? Себебі содан ровно 8 жыл бұрын ол жерде ашаршылық болған, 3,5 миллион адам өліп қалған. Содан 41 жылы 3 жыл алдын атыс болған, репрессия. Сөйткен дағыны 130 мың ба, 125 мың ба адамда бас көз жоқ атып тастаған жерден. Сондықтан қазақтар адамның етін жейтін каннибалға айналып кеткен ол кезде. Кәдімгі 33 жылы, 32 жылы кетіп бара жатқандарды ұстап алып жеп қоятын болған қазақтар. Енді содан шығару үшін мыналар келеді дағыны ұлттық кадрларды қайтадан дайындап, қазақтардың настроениесін көтеруіміз керек деп мыналар әңгіме бастады енді. Құдай жарылқап, оның оң жағына келді дағыны Нұртас Оңдасынов отырып қалды. Бұл премьер-министр болды. Нұртас Оңдасынов Шымкенттің қазағы, Түркістанның, бірақ аты ғана ол Ташкентте оқығанмен. Бұның негізгі авторитеті бұрынғы Гурьев, ол кезде Маңғыстау соның құрамында. Қазіргі мынау Атырау облысында. Бұны алатағын кейіннен лақтырып жүрген кезде Атырауда шайқасқан. Сөйтеді дағыны бұлнармен өйерде бір мықты соғысып кетті. Себебі бұл жетім кезінде Керімқұл деген молданың қолында 12 жасқа шейін арабша, парсша, судай болған бұл. Мына ескі ілімді ішіп алған бала. Сосын екі әкесі екеуі өліп қалады, әмеңгерлікпен біреуі тиеді, ол өледі. Содан кейін бұны аштан өлетін болсын, пойызға салып жібереді, Ташкенттен бірақ шығады, Ташкентте ұры-қары болып жүрген жеріне Ғани Мұратбаев ұстап алады. Алып та бұны интернетке апарып жуындырып, шайындырып, оқытып, орман шаруашылығын оқытып, айландырған 3 жылдық техникумын